Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы сан есім. Оқу мақсаты: сөйлемнен сөз таптарын, зат есімді, сын есімді, сан есімді, етістікті табу. Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сұрақтары: қанша, неше, нешінші. Мысалы, 50, 62, үшінші. Мысал келтіретін болсақ, Саян үшінші сыныпта оқиды. Санды білдіретін сөз үшінші. Сұрағы: нешінші? Саян нешінші сыныпта оқиды? Үшінші сыныпта оқиды. Санды білдіретін сөз үшінші, астын ирек сызықпен сызамыз. 50 тиынды монета дейді. Санды білдіретін сөз 50. Сұрағы: неше? Санды білдіретін сөз 50, астын ирек сызықпен сызамыз. Сонымен, сан есім дегеніміз санды білдіретін сөздер екен, яғни цифрдың атауын білдіреді. Сұрақтары: қанша, неше, нешінші. Оқулығыңның 78-ші бетіндегі 21-ші жаттығуды оқы. Төменде берілген сұрақтарға жауап бер. Асан қайда бармақшы болды? Ол неліктен шөлдеді? Жолда не кездесті? Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Мәтін ішінен сан есімді тауып, астын ирек сызықпен сыз. Бұлақтың суы қандай деді жаңа? Мөлдір, таза, салқын. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұрса, бұл сөздер сын есім болады екен. Бұлақтың суы неліктен ерекше тәтті болып көрінді? Өйткені Асан қатты шөлдеген болатын. Міне, ішкі рахаты қанағаттанған Асанға бұлақтың суы ерекше тәтті болып көрінгені содан екен. Оқулығыңдағы 79-ші беттегі 22-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жаттығуда сөйлемдердің орны ауысып кеткен. Сөйлемдерді өз орнына қойып, реттеп жаз. Сан есімді тауып, астын сыз. Төменде 25-ші жаттығу бар. Мақалды жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Сан есімдерді тауып, астын ирек сызықпен сыз. Осы мақалдың мағынасын түсіндір. Неге бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді екен?